Jutqanlarga. Пайғамбарыбыз айтады, ким ачусын Алла үшін jutsa, Алла ерте қиямат күні өзінің ачусын jutады дейді ошоға. Ачусын шығарбайды аға дейді. Ким бұл дүниеде Алла үшін ачуыңызды жұтып қойдыңыз бу? Ертеге сіздің күнөөңүздүн себебинен Алла өзінің ачусын jutады дейді. Сізге ачусын шығарбайды. Ачусын жұтқан пайғамбарлардың сыпаты. Ачусын жұтқан тақуалардың сыпаты, бейішке кіре тұрғандардың сыпаты. Бұл қиын. Бұл қиын. Бирок улуу амал. Пайғамбарыбыз айтты, ким ачусын жұтса, Алла Таала жүрегінен данышмандықтың бұлағын шығарады дейді. Не шығарады дейді? Данышмандықтың бұлағын шығарады дейді. Бұл дегені, алхамдулилlah, Алла Таала ушун тилинен ушундай данышмандық сөздер шығарады. Ачусын жұтқан кишиге ерте қиямат күні Алла Таала хурул айндан қалашынша таңда деген оқып береді. Қалашынша. Эмне үчүн ачусын жұттың? Вал кадиминал гайд вал афина анин нас. Адамдарды кечиргендер, бейишке кирүүчүлөр кимдер? Кайрымдуулук кылгандар, ачусын жұткандар, адамдарды кечиргендер. Афина анин нас. Мусулмандарды деген жок, адамдарды. Досторду эмес, душмандарды. Geçirgendir. Geçirүүчү бул Алланын сыпаты. Ким geçirсе, Алла Таала ушунча жакшы көрөт. Анткени Алла Субханаху ва Тааланын халифасы бул. Geçirүүдө Алланын орун басары бул. Geçirүүчү. Пайгамбарыбызда эч ким geçire алган эмес. Бул дүйнөдө адам баласынан эң geçirген ким? Мухаммадур Расулуллах. Зулумдуктун бардыгын жутту, бардыгын geçirdi. Ошон үчүн Куранда Алла Таала айтып койду, бейишке кире турган адамдар такванын сыпаты кандай? Вал афина анин нас. Адамдарды geçirгендер. Адамда кемчилдиктер көп. Адам деген эмне? Ким адам деген? Определениясы эмне? Бул кемчилдик каталардын жыйнагын ушуну адам деп. Бул кемчилдиктердин неси экен? Жыйнагы, сборник. Бардык кемчилдиктерди өзүнө топтоп алган ушунун аты адам. Адамы куллу бани адам хаттаун ва хайру хаттаин ат-таввабун. Пайгамбарыбыз айтты, адам баласынын баардыгы катакер, баардыгында жаңылыш күнөө болот. Бирок эң жакшы катакер күнөөкөрү ким? Тооба кылуучусу.